Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Камшат. Бүгін сіздермен өте дәмді балалық шақтың бал дәміне айналған творожный запеканканың, яғни ірімшікті пісірменің рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл пісірменің жасалу жолы өте оңай, барлығын қосып араластырып тек пісіретін боламыз. Ол үшін бізге ірімшік қажет болады, үстіне ерітілген сары майымызды және де ұнтақ жармасы, яғни манна крупаны және қантымызды, жұмыртқамызды саламыз. Қамыр қопсытқышты қосап және де қаймағымызды салып, барлығын жақсылап, біркелкі масса болғанша блендердің көмегімен араластырамыз. YouTube арнама әлі де тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз, сонда сіздерге менің видеоларым алғашқылардың бірі болып көрінетін болады. Осылай дайын болған массамызды пергамент қағазы төселген формамызға орналастырамыз. Ірімшікті массамызды толықтай салып, бетін тегістеп шығамыз. Осы уақыт аралығында пешіңізді қыздырып қоюға кеңес беремін. Қызған пешке осы творожный массамызды салатын боламыз. 180 градуста мен 40-45 минуттай пісірдім. Өзіңіздің пешіңіздің қызу температурасына қарай қойсаңыз болады. Пешімізге пісіруге жібереміз. Міне біздің творожный запеканкамыз дайын болды. Әбден суығанын күтетін боламыз. Суығаннан кейін осылай формадан босатамыз және де бетіне мен секілді қант ұнтағын сепсеңіз болады. Отбасыңызда балаларыңыз ірімшік жемейтін болса, осындай әртүрлі пісірмелер пісіріп, жегізсеңіз пайдалы, құнарлы асты сіңдірсеңіз болады. Толықтай суыған запеканкамызды осылай кесіп дастарханға ұсынатын боламыз. Түрлі сироптармен ұсынсаңыз болады. Мен құлпынай сиробымен ұсындым, себебі бұл өте қатты тәтті емес. Егер сіз тәттірек болғанын қаласаңыз, қантын көбірек қосып жасайсыз. Kesкен кезде осындай, ортасы осындай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған Камшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.